көз алдыңызға көріп білгеніміз анық. Сондықтан да қадірлі көрермендер, тікелей эфирде Жансарай бағдарламасына қонаққа келіп отырған жігіттің ішкі жан дүниесіне тереңірек үңілгілеріңіз келсе, бізбен бірге болыңыздар. Сонымен бүгін студияда алғаш рет Жансарай бағдарламасына қонаққа келіп отырсыз. Қайырлы кеш дейміз. Бәке, енді сіздің біраз Сырнайдағы тамаша әуендеріңіз, әндеріңіз осы біздің көрермендерге, тыңдармандарға осы Бауыржан театрынан жарқ етіп көрінген секілді. Жалпы оған дейін сіздің шығармашылығыңыз қалай басталып еді? Сырнай деген дүниеге қашан қызығушылығыңыз артып еді? Осыдан бастайық әңгімені. Сырнай деген дүниеге өзі менің әкем айта кететін әңгіме, сол бала жастан қызықты. Ұяда не көрсең шыққанда соны алады дейді ғой атамыз қазақ. Сондықтан енді әкем сол Құтбай Дүрбаев деген кісіге шәкірт болған. Құтбай Дүрбаев атақты ақын Нартай деген кісі болған, сол кісіге шәкірт болған. Сол кісілердің сол өлең айтқанын естіп, сол кісілерге еліктеп, домбыра тартып, одан қобыз класына барып, қобызда оқып, қобыз ойнап 4-5 жыл. Одан осы Сырнайға деген ықыласым ауып, 2-3 класста. Содан сол Сырнаймен айтып алдым, онда анау 12 тілдік Нартай аталарымыздың үйде гармондары болады, Сырнай дейді ғой. Сонымен айтатынбыз, кейін келе-келе осыған үйреніп, кейін сол Шымкент мәдениет институтына түсіп, солай жалғасып кетті Сырнай деген бала жастан. Халықпен қауышуыңыз, көрінуіңіз, енді ел жұртқа жарнама жасау керек өнер адамына. Бірақ сіздің жарнамаңыз сол жаңағы Бауыржан театрынан бастап алған секілді. Әлде мен артық айтып отырмын ба? Жоқ, енді сол 97 жылы Бауыржан шоу театрынан басталды. Оның алдындағы енді жетістіктеріміз 82 жылы Жаулыбай Иманалиев деген ағамыз бір терме деген хабар ашып, сонда семейный, отбасылық, семьялық жаңағы өзіміздің термелеріміз. Онда бір 6-шы класс оқитын бірінші эфирге шыққан. Одан 86 жылы ағам домбырада, мен өзім аккордеонда Балымша деген Семей облысы мен Шымкент облысының айтысы болып, сонда Балымша дегеннен айтып, кейін тамашадан көрсетіп, Лұқпан Есенов ағамыз. Кейін бері келе-келе сол жаңағы Бауыржан ағамызбен танысып, ол кісі де сол менің өнерімді терең бағалап, мынаны елге көрсету керек, ел тану керек деп, біраз қолынан келгенше үлкен жәрдемін беріп сөйтіп жүрді. Рахмет, қадірлі көрермендер, Жансарай бағдарламасы бүгін тікелей эфирде. Біздің алғашқы келіп түскен қоңырауымыз тыңдайық. Қайырлы кеш, сөйлеңіз. Алло, саламатсыздар ма? Тыңдап отырмыз. Рахат телеарнасынан тікелей эфирде Жансарай бағдарламасын көріп отырғаныма қуаныштымын. Гүлжайнар Қайырқызының хабарлары өте ұнайды. Рахмет айтамыз. Рахмет. Бауыржан Бекахметов деген бауырымызды енді көптен бері көрінбей кетті. Бауыржан шоудан алғашында көрінген екен. Қазір қай өнер ордасында қызмет істейді, жалпы осы Алматыда жиі көрінсе дейміз концерттік бағдарламада. Рахмет. Рахмет. Ал, бұған не айтасыз? Бізді сіздің осы өнер иесі ретінде қайда жүр екен, қай қиырда бар екен, ішкі жан дүниесі өнерден алыстап кетпеп екен деп шақырып отырмыз. Сондықтан да шынымен де қазір қайтасыз? Жоқ, енді алыстап кетуге болмайды. Бұл өзі Алла тағаланың берген өнері ғой. Сондықтан шамамен келсе одан қашуға болмайды. Жаңағы Нартайда неше жыл өлең айтпай қашқан екен. Молдалар ол өлең айтқан жаман деп ақырында өлең айтты. Енді мен өз қазір Алматыдамын. Сол біраз творчестволық бір концерт берсем келешекте халыққа, елге, соған бір үлкен дайындық жасалып жатқан сондай жағдай. Концерттерге жиірек шығасыз ғой енді көрерменнің өтінішінен кейін. Жақсы, рахмет, Құда қаласа. Енді біз студияға келгеннен кейін әлбетте қонаққа де сұрайтын әдетіміз. Сондықтан сізді енді бүгін тікелей эфирге келгеннен кейін Жансарай бағдарламасына қатысып отырғаннан кейін бір ән шырқауға кетер емес шығарсыз. Әрине, мен онда бір қимаймын деген бала кезімізде бір орындап жүретін ән бар еді. Қимаймын деген әнді тамашалайық, қадірлі көрермендер. Бауыржан Бекахметов деген жігітіміз бүгін Жансарай бағдарламасына тікелей эфирге қонаққа келіп отыр. Содан кейін әңгімемізді одан әрі жалғастырамыз.
жаным сені қимаймын насыл құрбан қимаймын мен қайтейін қалдым ғой жалғыз өзім жүректі жаралап кеттің сен басқамен қалдым ғой мен жылап жаным ау не дейін қимаймын жаным сені қимаймын асыл құрбан қимаймын мен қайтейін қалдым ғой жалғыз өзім қимаймын жаным сені қимаймын асыл құрбан қимаймын мен қайтейін қалдым ғой жалғыз өзім оралып мойныма ақ саусақ білегін өзіңмен бір болу бар арман тілегім қимаймын жаным сені қимаймын асыл құрбан қимаймын мен қайтейін қалдым ғой жалғыз өзім қимаймын жаным сені қимаймын асыл құрбан қимаймын мен қайтейін қалдым ғой жалғыз өзім қимаймын мен қайтейін қалдым ғой жалғыз өзім Рахмет, қадірлі көрермендер, сіздер тікелей эфирде Жансарай бағдарламасын көріп отырсыздар. Өнер адамдарының бүгінгі әсем әні өнері сіздерге арналады тікелей эфирде. Сондықтан көрермен сіз тыңдайық, қайырлы таң, кеш сөйлеңіз. Алло, Саламатсыз ба? сәлеметсіз ба? Тыңдап отырмыз. Біздер Бауыржанды бұрыннан жақсы тыңдаймыз. Бауыржанға зор денсаулық тілейміз. Біздер өзі бұл Алматыға қонақпыз. Бауыржанның туған жерін отбасы туралы айтса екен. Рахмет. Әлбетте, өнер адамдарының отбасы, жеке тіршілігі біздің көрермендерімізді қызықтыратыны анық. Сондықтан да ол сұрақтан айналып өтуге болмайтын шығар. Әрине отбасын енді анау Эйнштейн деген кісі айтқан екен, счастлив тот, кто счастлив у себя дома деп. Мен үшін халықтың енді шапалағы да жақсы, ықыласы да жақсы, бірақ мен үшін ең үлкен бақыт отбасы әрине. Құдайға шүкір, әзір Алланың берген 3-4 ұл қызы бар, жұбайымыз бар. Күліп ойнап. Туған жерімізді. Туып өскен жерім Шымкент облысының Жетісай деген жерде әзір енді Мақтаарал болды, сол Мақтаның ортасында өскен жеріміз. Олай болса, біраз шымкенттіктер де сізді мазалап сұрақ қояды ау шамасы. Сіз енді Сырнайда жаңағы аспабында тым тамаша ойнағаныңызды көрсеттіңіз. Басқа да бір аспаптарды меңгерген шығарсыз, домбырада. Иә. Мен 5 жас кезінде сол бірінші домбыраға қызығып, әкемнен қасынан қалмайтын тойдан. Әкем айтып жүрді, мен осы балам тауықты жақсы көреді десе, мен тауықты жақсы көремін деп ойлайтын. Сөйтсем, ондағы енді ол тауық емес, бала әкем жақсыны көріп үйреніп, жаманды көріп жиренсін деген ниет екен. Домбыра тартып, кейіннен сол жаңа қобызға ауыстым. Сол қобызды 5 жыл Салиха деген апай оқытып, қобыз мектебінде оқып, одан кейін сол жаңағы осы аккордеон классына барып, сөйттім, оның алдын сол енді әскерде жүрдік, онда гитара дейді, сол кезде енді қызық еді ғой, бір заманауи ансамбльде ойнап, барабанда ойнап, сол да қызық еді. Саңсаларды меңгерген жігітіміз студияда. Олай болса, келесі көрерменге сөз берейік, тыңдап отырмыз, айта беріңіз. Алло, Сәлеметсіз ба? Бүгінгі қонақтарымызды білеміз, өзінің ән шырқауы, әуені өзінше бір ерекше. Қимаймын деп жаңа ән айтып кетті ғой, соның сөзі, музыкасы кімнің әні. Және де бір не айтатынымыз, студияда фонограммасыз неғып айтпады. Рахмет. Тікелей эфирде біз міндетті түрде сізге жаңағы тірілей айтуға уәде береміз. Сонымен
Бұның енді сөзін ән бос әннің жас кезінде жаңа бір әлем көрме шарапхан деген ағаларымыз ауылда орындайтын. Оған енді осы уақытқа шейін бұл кім ән деп сұрамаппын, бірақ енді келешекте соны орындап қоюға әрекет жасаймын. Енді тағы бір студияға шақыруымыздың себебі қадірлі көрермендердің тағы да есіне салғымыз келеді. Алда шілде айының 6-шы жұлдызы елбасымыздың туылған күні. Мемлекет басшысына арнап, әрине біздер ақындарымыз, жазушыларымыз, сазгерлеріміз талай шығармаларын, туындыларын өмірге келтіріп жатыр ғой. Сондықтан да бүгін студияға келіп отырған Бауыржан Бекахметов деген жігітіміз әрине өнерден құралақан емес екендігін Бауыржан Ибрагимовтың театрында жүріп көрсетсе, бүгінгі студияға келіп отырған дүниесі осы Нұраға деген әсем әнін шығарған екен, және осыған арнайы бейне клип түсіріпті. Сондықтан да енді әңгімені кішкене клип деген дүниеге қарай бұрсақ, өзіңіздің басқа әндеріңізде клип бар ма? Басқа әндерімде клип жоқ. Енді оны бір клип түсірейін деп те ондай да ой болған жоқ еді. Бірақ енді бұл Нұраға деген ән өзі 1995 жылы жазылған. Сонда сол әнді жазып, сол кісіні дәріптеп елге, менің әкем айтушы еді, ілгеріде осы 91 жыл егемендік алғанымызда жұрттың бәрі айтып жатты, ой, 91 жыл осы енді өзбектер озады екен, олардың жаңағы президент экономист екен. Қазақ қап кететін болды. Біздің президентіміз бір металлург екен, бар жоғы деп сөйтетін. Біреулер айтып жатты, ой, Түркмения озып кетеді екен, олар не айтасың, нан арзан екен, ана газ тегін екен деп. Сонда менің әкем айтып жатыр, шырағым, Құранда сөз бар, инағым әлем біннияты деген, қазақ деген халық есігінен қонақ келсе тоқтатпаған, өтіп кеткен ата бабасын ешқасын даттатпаған, аузын ашса жүрегі өрінетін халық. Сондықтан Алла әркімнің ниетіне береді, қазақ озады Құда қаласа деп еді. Сол шынында 4-5 жылдан кейін уже озғанымыз белгілі бола бастады. Содан соң бәріміз қуанып, шабытыңыздың келген кезі? Ең бірінші сол жаңа әкемнің сол сөзін тыңдап, шынында біз озамыз деген сондай бір ниетпен Нұраға да өлең жазып, сол кезде сол Мақтааралды аралап концерт қойдық. Кейін 99 жылы мұнайдың 100 жылдығы болып, Иманғали ағамыз Бауыржан ағамызға айтқызып, соны неге Атырауға шақыртты. Сонда Нұрағаның алдында тікелей отырып сол әнді орындап бердім. Кейін Қайрат Сатыбалды деген жігітпен мына Ордабасы корпорациясында Дінмұхаммед деген үлкен ағамыз бар еді. Сол кісі ақылдасып, және Бақтияр деген жігіттермен сол кісіге осы әнді тыңдатып, онда ат берсең азат, тон берсең тозат деген сында бір көңілді бір көтеретіндей жақсы ән болса деп, осы әнді қабыл алып, сол клипті шығарып сөйтіп бердік сол кісілердің спонсорын. Кейін ол сөз көріп ырза болдық. Біз тағы бір көрерменге кезек берейік, содан кейін сол Нұрағамыз туралы бейне клипті ұсынғанымыз дұрыс шығар көрерменге. Сөйлеңіз, тыңдап отырмыз. Бәке, сізді эфирден көргенімізге өте қуаныштымыз. Бірден сұрақ қойып өтейін. Мынау жуырда 2 апта бұрын осыдан Филипп Киркоров Ресейдің бір қаласына барған кезде журналистің шығармашылығына қатысты сыни сұрақ қойған. Сол кезде жаңағы әншіміз атақты журналисті балағаттап ұстазға дейін барған жағдай. Осы жағдайды сіздің әріптесіңіз Ресейде болғанын қалай бағалайсыз, және егер сіздің басыңызда осындай жағдай болса не істер едіңіз? Рахмет. Рахмет. Жақсы, рахмет. Мен журналистермен қарым-қатынасыңыздың қандай екенін білгісі келді біздің көрермен. Мен үшін енді мынау халық елде өзі қазақ деген халық кең халық қой. Ұлық болсаң кішік бол дейді. Сондықтан мынау қазақ айтады, семіздікті қой ғана көтереді дейді екен. Қой емес, ақылы бар адамдар да сол семіздікті көтере біліп, тапқан 5-6 сом осы халық болмаса әншінің кімге керегі бар, патшаның кімге керегі бар, ол өнерпаздың кімге керегі бар. Сондықтан шаманың келгенше ұлық болған сайын кішіпейілдеу болып, дандайсымай көкірегін көтерген тірлікмен өзім онша ұнатпаймын. Сондықтан кішіпейілдеу болып, енді жаңылмайтын жақ болмайды, сүрінбейтін тұяқ болмайды дейді, қателеспейтін адам жоқ. Бірақ сонда да кешіріммен қарап, ол әрине одан кейін ол кісі және қыз бала екен, онша қыз деген халық өзі ана халық, жұмсақтау айтып сөйтіп қоя салу керек еді деп ойлаймын мен өзім. Ондай жағдайға енді жете қоймаспыз деген. Оны жеткізбесін Алла Тағала. Мен өз ұрыстан қашатын адам, ұрысты жақсы көремін. Рахмет, қадірлі көрермендер, олай болса біздің Бауыржан жігітіміздің Нұрағаңа арнаған клипін тамашалайық. Содан кейін осы клип туралы одан әрі әңгімемізді өрбітейік.
Қадірлі көрермендер, қазір ғана сіздер Нұр ағамызға арналған, оның туған күніне арналған тамаша бір туындыны тыңдадыңыздар. Көрерменге кезек берейік, сөйлеңіз, тыңдап отырмыз. Алло? Иә, тыңдап отырмыз. Мәстер, кешшар. Кешшар. Мынау бір жақсы, өте жақсы тұрған клип екен. Сондықтан да біз енді мына сұрақ емес, негізінде осы тілек болса деп ойлап тұрмыз. Осындай клиптердің көбейгеніне біз де қосыламыз. Және бұл клип қанша уақыт түсірілді өзі? Ұзақ түсірілген дүние болса, соған клип туралы бір-екі ауыз айтып өтсең өзің. Рахмет. Мына клип енді бұл енді қалай түсіреміз деп шындап ақылдастық. Жаңа кеңес пішкен тон кем болмайды дейді. Бір бас жақсы, екі бас одан жақсы. Сонымен көп кісілермен ақылдасып, содан бір жағы жігіттермен, жаңа Бақтиярмен, Дінмұхаммед ағамызбен үлкен ақылдасып, мына анасы түс көрген екен, жаңағы басында басталған бәрі түстен басталады. Әлжан анамызбен сол Әбіш атамыз екеуі қосылғаннан кейін біраз уақытқа шейін перзентсіз болып жүріп, осы Райымбек атаны барып тәу еткен екен. Содан анасы Әлжан анамыз түс көріп, түсінде бір мылтықтың судың түбіне мылтықты алып, иығына салып жатса, ол бір андай иін ағашқа су таситын баяғы ауылда сондай қайланған екен. Содан кейін жаңағы бір 6 жасар бала Нұрекеңнің өзінің айтуы бойынша кейін жол жаңа Қайрекеңдер мен Қайрат Сатыбалды ағаларымызбен ақылдасып сөйтіп 6 жасында үш қоңырға қарап шығып солтүстікке қарап тұрғаным бар еді деген әңгімесі бар екен Нұрекең. Сонымен сол жүгіріп барып шығып бара жатқанымен Қазақстанның егемендік алғанын қатар ұстап көп ақылдасып сөйтіп бір 3-4 ай уақыт дегенде бітті ғой. 4 айға кетіп қалды, сол біткенше. Рахмет. Тағы бір көрерменімізге кезек берейік, сөйлеңіз, тыңдап отырмыз. Алло, қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Сәлематсыздар ма? Сәлематсыз ба, Бауыржан аға? Саламат. Қалыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Менің сізге біріншіден тілегім бар. Сіздің әндеріңізді өте біз сүйіп тыңдаймыз, жақсы көреміз. Отбасыңызға амандық тілейміз. Сонымен қатар енді сұрағым, сіз осы қай жерліксіз? И содан кейін Бауыржан шоуда неге сіз одан басқа неде көрінбейсіз? Рахмет. Бұл туралы хабарымыздың барысында айттық, бірақ дегенмен де қысқашалар тоқталып кетсеңіз, Бауыржан театрынан әлі үзе қойған шығар, жоқ шығарсыз қолыңызда? Енді сол клиппен жүрдім, кейін ана творчестволық кассета шығарып жаттым. Сонан соң Бәкеңмен ақылдастым, ол кісімен де. Одан кейін жаңа көп рөлдерге шыға бермейтін, өзі әркім өзінің қолынан келетін нәрсені істесе деймін де. Сондықтан менің енді табиғатыма тән нәрсе емес, жұртты күлдірумен оны күлдіріп қатырып жіберемін деп айтамаймын. Сондықтан жаңағы азат болсын құл, қолдан келмес іске ұмтыл деген екен. Өзің құл болайын десең, өзің қолыңдан келмейтін нәрсені істе. Сондықтан әркім өзінің қолынан келетін нәрсесін істесін деп онша көбіне алмаймын, әнімді айтып көбіне сөйтемін. Концертте бағдарламаларға қатысатын туралы Бауыржан осыған дейін көрерменіміз қойған сұраққа жауап берген болатын. Және бұл жігітіміз және де оңтүстік өңірмен Жетісай қаласынан екенін ескертеміз. Тағы бір көрерменге кезек берейік, сөйлеңіз. Жеделдетіңіз. Бектаров, Бауыржанға мынандай сұрақ. Мына сіздің аспабыңызда түрі де, дыбысы да керемет. Гүлжазира оны сырна деп кетті, бәрі сырна емес қой. Аккордеон. Осы аккордеонмен жастарға самоучительный үйренуге бола ма? Оның кішісі болады, жез, трит деген сияқты соны айтып кетсеңіз. Рахмет. Әрине болады, ол үйренем деген азаматтарға болатын болса, шынымен үйренгісі келген адам үйренеді, ал енді бірақ шынымен үйренбейін деген адам үйреткен сөз дауға жарамайды, үйреткен ит ауға жарамайды дейді ғой, халықтың сөзі. Ол үйренбейін деген адам басына оның қойып қойсаң да аккордеонын үйренбейді, үйренейін деген адам хабарласып сөйтіп тұрса үйретеді. Енді халқымызға тіліне жақын болсын деп біз әрине сырнайлатып жатырмыз. Екінші жағынан сіз енді Бауыржан мына сыр өңірінің жыр елінен шыққан сол Нартай Бекежанов ағамыздың мектебін меңгерген, соның мектебін әрі қарай жалғастырушы деп қабылдауымызға болатын шығар, жоқ па? Аумин, сондай. Ол кісінің өнеріне тәнті болғаннан кейін, екінші жағынан ол кісінің енді тегін адам емес екендігін де. Аумин. Ал енді Нартай Бекежанов деген кісі өте үлкен осы Қызылорданың да шиеліден шығып, үлкен айтыскер ақын болған, және халықтың, елдің мұқтажын жоқтаған кісі болған. Содан кейін енді өзінің өнердің жолында баяғы кезінде сол Сталиннің алдына дейін барып өлең айтып, одан кейін Сталиннің алдына барып өлең айтып, әзір енді сол кісінің жинағын Нартайдан кейін Құтбай Дүрбаев деген ақсақал сол бат алған Нартайдан.
баталдық, sonra нартайдан болып ашып, көгертіп, тұқым сөйіп, жерге шашып, кісіге тіршілікте сіз біздеспек, отырмыз сіздерменен дидарласып дейтін Құтбай Дұрбаевтан кейін менің әкем Оразқожа сол Құтбайдан баталып, әзір енді сол Құтбай ақсақалдың жаңағы гармоны мен мынандай бұрандалы 41-ші жылы жасалған домбырасы болады екен, сол үйге. Сол енді атадан келе жатқан, сол ата дәстүр Нартайдың эстафетасы болса керек деймін. Рахмет, біз енді көрерменімізге кезек берейік, содан кейін біздің қоржынымызда әрине ән жатыр. Тыңдайық сізді, сөйлеңіз. Алло, Саламатсыз ба? саламатсыз ба? Бауыржан аға, мен сіздің жерлесіңіз, қарындас едіңіз. Сізге қоятын сұрағым, өзіңізден бөлек жанұяңызда өнерлі адамдар бар ма? Рахмет. Өзімнен бөлек енді өзім отбасыма келетін болсам, қазір анау үлкен ұлым өлең айтады. Жаңа фортепиано классына барады, одан кейін қызым ол неге барады, жаңа домбыраға барады, одан кейін жаңа мынау спортпен өзі мәдениет егіздеген, әр жас спорт жағына, жаңа би жағына молырақ барып сөйтеді. Жаңағыны Гүлжан қызым да домбыраға, фортепианоға барып, ең кішкентайымыз Расул, енді ол сол 5 жаста. Бауырларыңыздың арасында? Бауырларым арасында ағам Өтеген, ол үлкен жақсы домбырасы болған. Одан кейін баяғы естеріңізде бар ма? Мен бір 94 жылы Үрбибі деген ән шығарған. Әлібек Мейірбеков ағамыздың сөзіне жазылып. Сонда Үрбибіні орындаған екі қарындасым шыққан. Рахия, Разия, Бек Ахметовалар. Олар әнші еді. Одан үлкен қарындасым Дана, ол да аккордеон классын бітірген. Ал енді жаңа Қорғанда Сара деген қарындасым, ол да аккордеон, домбыра. Сол атадан, ұядан не көрсе ешқандай өнерлі отбасы деп айтуға жарайды дейсіз ғой. Бауыржан, олай болса біз тағы да тікелей эфирде көрермендеріміз айтты, неге тірілей ән айтпайсыз деп. Көрермендер бір сәт біз енді Бауыржан студияға келгеннен кейін, әрине біз әнін де, бейне клипін де тамашалауға тиістіміз. Сондықтан да біз бүгін бұл жігіттің қоңыр дауысын кешкісін көңілімізді көтеріп отырып шайға жиналғанда тыңдап көрелік. Қандай ән? Бұнда бір терме ұрындап берейін. Мынау көбінен менің өлеңдерім кейде жігіттер ренжиді, неғып енді эстрадамен айтам, бірақ енді көбіне мынау өз бетін аямаған кісі бетін шиедей қылады деген екен. Өзінің ата дәстүрінің, тілін, үнін дұрыстап меңгермеген адам өзгені қатырмайды деп. Сондықтан көбіне мына терме өнері келе жатқаннан кейін соны қалдырғым келмейді. Кейінгі ең соңғы жазған термем бір кластасын кездесіп, кластасым әкесі қалай, ақсақал жағдай жақсы ма десем, жағдайды естіген шығарсың, сұрағым, баламыз екеуміз соттасып жүрміз деп сөйтті. Содан кейін енді мен отырыстарда, тойларда кейінде әзілдеп өлең айтқанғым, соған әзілдеп жатыр ма екен десем, жоқ, шынымен екен. Кейін енді барып жауластырмақ жаушыдан, елдестірмек елшіден деген ақсақал, Алланың шайтанынан адамның шайтаны жаман, таумен тасты жел бұзады, адамзат сөз бұзады деген бір жын аралаған шығар. Барып басып айтайын, ол кластасым ондай ақымақ емес еді ғой деп барсам, әлгі бала мені көріп әжептәуір амандасты да, әкесін көріп атып тұрып, екеуі келіспей, сол жерді қайтадан ұрысып кетіп, төбелесіп, әкесін жығып ана ұрды. Содан кейін сол оған басып айтып, не қылып, кейін ол кісілер шақырып, кешірім сұрап, біз қойдық деді, бірақ енді өлең шығып кетті, әкеңнің жармасып сен жағасына деген соны орындап кетті. Әкеңнің жармасып сен жағасына, әкеңнің жармасып сен жағасына, ел жұрттың қалдың босқа табасына. Ол сені бағып қағып, өсіріп ет, сен болсаң жете алмадың бағасына. Ол сені бағып қағып өсіріп ет, сен болсаң жете алмадың бағасына. Әкеге қол көтерген бала оңбас, ешқашан ондай ұлға бақыт қонбас. Жылатып ата-анасын еңіреткен ешкімге бола алмайды-ау адал жолдас. Жылатқан ата-анасын хайуан болар, хайуанда ар-намысын қайдан болар. Адам мен хайуанаттың айырмасы осындай екі түрлі жайдан болар. Жақсының іздегені ар болып жүр, жаманның іздегені мал болып жүр. Алтынның қолда бар
барда қадірі жоқ көп адам сол әкеге зар болып жүр. Алтынның қолда бардай қадірі жоқ көп адам сол әкеге зар болып жүр. Әкеңнің алдын орап кеспе деген, дүние үшін көңілін жығып бөспе деген. Атаның қарғысы оқ деген сөзді ұл-қыздар шығармаңдар естеріңнен. Әкенің қарғысы оқ деген сөзді ұл-қыздар шығармаңдар естеріңнен. Бұл сөзімді түсінсең, келерсің тәубе шүкірге. Суын ішкен құдыққа деген бар мақалы түкірмей. Суын ішкен құдыққа деген бар мақал, айқа ей түкірме түкірмей. Бәрекелді, тамаша. Көрерменге кезек берейік. Әрине тікелей эфирде болғаннан кейін біздің уақытымыз да санаулы екенін ескертеміз. Сондықтан да қысқадан нұсқа сөйлеңіз. Сөйлеңіз, тыңдап отырмыз. Алло, сәлеметсіздер ме? Гүлжайна қалай аман-есенбіз? Көрерменмін ғой осы рахаттың. Рахмет. Апаңым боламын. Мына балаға мен Алла тағала Құдай бір нұрын төккен екен деймін. Құдая сендей туған баланы анадан айналса деймін мен. Өзімде айналайын, ақ патшам жақсы көремін, үйіме қазақ қойғанмын. Сол түріңде ұқсайды екен балам. Бір жатың мұң болсын. Халықты өсіп, қуантып, жүрегіне жататын әніңді шығара бер. Өркенің өсіп, өмірің ұзақ болып, қосағыңмен қосағар деп тек тілек айтам, осында жақсы әндеріңменен халықты қуанта бер деймін. Рахмет саған. Рахмет. Рахмет. Енді біздер Жансарай бағдарламасы тікелей эфирде алғаш рет шығып отырғаннан кейін әрине көрермендердің көп сұрағына құлағымызды түректеп отырмыз. Сондықтан да сөйлеңіз, тыңдайық. Сәлеметсіз бе? Мүмкін болса жаңа Мартайды көп айтып жатсыз, бір келмесін айтсаңыз. Екінші, Мұхалейдің Мақадаевтың сөзіне өлеңдеріңіз бар ма? Үшінші, сізге қалай хабарласуға болады? Рахмет. Енді хабарласып жаған Рахат теледидар өз мойнына алсын. Ал енді Мұхағали ағамыздың сөзіне. Мұхағали ағамызға енді жазылған әзір әндерім жоқ, келешекте жоспарымда бар. Сондықтан Мұхағали ағайға да Құдай қаласа жазып, ол енді мен жазбаймын өлеңді ермек үшін деген біреулер бірденнен жаза салдым дейді. Өзі бір ән дегенде бір буының босап, ойдан, жүректен шығу керек, отырып ала салып, мен өлең жаза салам, ән жаза салам деп айтып айтырмаймын. Сіздің репертуарыңызда Нартай ағамыздың, Нартай Бекежановтың әндері бар ма? Айтушы ақын Нартай, арғын мұны, заманның әр бұлбұлы, әр дүлдүлі дейді. Содан кейін сол бұл кісінің репертуарда өлең көп, жаңа сіздер уақыт аз болады деген кейін, сонысы кейінде орындап, ендігі кездескендерінде. Рахмет. Сосын тағы бір айтатынымыз енді бұл көрермендер әрине тікелей эфирде болғаннан кейін тағы күтіп отырған секілді. Кезек берейік, сөйлеңіз. Алло, Бауыржан аға, саламатсыз. мен Жетайға басамын, Ақбақтаян. Ой, айналай. Менің білуімше, сіз әлі дейін сол өзіңіздің қалада өзіңіздің концертіңіз берген жоқсыз. Соның себебі неде? Соның Рахмет. Осы шығармашылыққа байланысты мен де арнайы сол аузыма сөзді болып отырған жайым бар еді. Шында да шығармашылықты енді халыққа көрсету, жеке дүниені қоржындақтару жағынан сізде қандай дүниелер, жоспарлар бар? Жоспарлар келешекте Алла қаласа үлкен. Бұны Ақтау қаласында бір үлкен Мұрат деген ағамыз, және өзімнің кластасым, әрі құрдасым, сол Бақтияр деген жігіттер сол бір Ақтау жақтан концерт бастасақ дейді. Одан кейін мұны жаңағы Жаркет өңіріндегі бір жігіттер Бәке Ошақ, Бауыржан Ошақтан бастасаң қалай болады деп. Әзір ойланып жүрсіз ба? Әзір ойланып, менің үлкен Дінмұхаммед деген ағам бар. Сол енді Құда қаласа үлкен концертті осы Алматыда беретін шығарсын деп сөйтіп жатыр. Енді ағасы бардың жағасы бар деген. Сол кісілердің сол көңіліне қарап отырмын. Сол күзге қарай Алла қаласа Алматыда тәуекел етпексіз. Ал туған жеріңіз Жетісай? Туған жеріміз Жетісай, Құда қаласа. Ол жаққа шығармашылық? Ол жаққа да енді басын бастасақ жалғастыруға болады дейсіз ғой? Жалғастыруға болады. Көрерменге кезек берейік, сөйлеңіз, тыңдап отырмыз. Алло, кеш жарық. Кеш жарық. Бауыржан інім, сіздің дауысыңыз, репертуарыңыз барлығы осы Өзбекстанда қызмет көрсеткен артист бар, бөлекші. Бауыржан, Бабамұрат Хамдам деген дауысыңыз да ұқсап кетеді сол кісіге. Сол кісінің өлеңдерін орындайсыз ба өзі? Ол кісілердің өлеңін Бабамұрат Хамдамовтың көп орындаған. Мен оны жақсы көретін ол кісіген. Анау «Ей yüzü gül yar, etme meni zar» деп осындай бір сол кісінің көбірек орындайтын
Hazır öttü de canginam bolup intizar yüzü gilyar deйтін сондай әндер болатын. Бәрекелді, Өзбекстанның шекарасына жақын болғаннан кейін өзбектің әнші. Өзбекше сол кезде итальянша, орысша қызық еді ғой бала кезде көп орындайтын. Бауыржан, біз енді кезек күттірмейік, тағы да бір әнге кезек берейік, содан кейін әрине көрерменіміз жүздесуге де бірер минут уақытымыз қалатын секілді. Қадірлі көрермендер, енді студияға келгеннен кейін Бауыржанның бір тамаша әндерін сіздерге тартып өткіміз келеді. Бәрекелді, рахмет бәке. Шынымен де енді сіздің мына тамаша әндеріңізді тыңдап отырып, енді көрермендер де көзайым болып жатқан шығар. Екінші жағынан тікелей эфирде болғаннан кейін уақытты да үнемді пайдаланғанымыз келеді. Соңғы сауал, жалпы сіздің мына репертуарыңызда негізінен әндердің тақырыптары негізінен осындай махаббат, әсем сезімге ме, әлде жаңағы термелер насихатқа ма? Енді мынау өзім көңілім сүйген әндерді жақсы көремін. Мына Исраил ағамыздың жұлдызымен бала кезімізден орындап сөйтетінбіз сол кезден. Одан кейін енді көбіне мына терме. Қазір енді мына жаңа Ләйлім Ләкатын деген өлең көп қой. Тігі шаруамыз байдың қызын аламыз деген сияқты ондай емес. Мына халыққа мүмкіншілігі онша жастарға бір мән беретін.
sonday өлеңдер айткым келет көбүнен. Жаңа анандай өлеңди енді айтып оңай, бірақ мынаған бір көңіл бөлгенде көп насихат жөнінде. Көрермендерден не күтесіз, көрермендерге не бересіз, бір ауыз сөз осыған тоқталайық. Көрермендерге не береміз? Көрерменге тілек, бірінші тілек, Құда қаласа Алла тағала әйтеуір тыныштық берсін, жан жақтағы болып жатқан бәледен сақтасын, Ирактағы болып жатқан, жан жақтағы бәле болып жатқаннан Алла содан сақтасын. Бақ қайда барасын, ынтымаққа барамыз дейді. Сондықтан елімізде ынтымақ болсын, тыныштық болсын, ел аман болсын, тыныштық заман болсын. Ұл-қыздары ел сыйлайтын, халық сыйлайтын, халықтың елдің қамын ойлайтын, Назарбаевтай адам болсын деген тілек айтқымыз келеді. Рахмет, олай болса қадірлі көрермендер, сіздерге бүгін мынаған арналған тамаша клипмен Бауыржан Бекахметовті шақырдық. Сізге де творчестволық табыстар тілейміз. Қадірлі көрермендер, біздер әңгімемізді одан әрі келесі аптада жалғастыратын боламыз. Аман сау болыңыздар. Нартай Бекежанов мектебін жалғастырған Бауыржан сияқты жігіттер арамызда көбірек болсын дейміз. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыздар. Köpten beri ağayın, ey men sizlerdi körmemem, kül sağıngan kazday bop, sağıngansın kelginem, kamışsın tursa boranı kimderdin gülü sönbegen, aşalı degen kır güyüp, pendige jetirdim bedem, ayaktan altın şirzu aşalı jilip ölmegen, ölmegen son meneki hizmet bir kılıp bereyim, bilgenim jetirmemen. Menin bir sözüm söylesem, ey kalkma tüptü ıngayla, şıncırıktın bilgisi şumarlap sözlü umdayday. Hasiyetsiz kastıfa, kacisiz kadam vurmaydı. Bir toyup şeydin jemdik ki aksın karmoyun durmaydı. Atadan jaman ultusa, atadan jaman ultusa, nezildin damın bulgaydı. Jaman uğul baygasan, demjirdi kolun şumaydı. Kolundu şuğun naslisin, yer tohumun moynuna kors kors edip tuğlaydı. Türdüğü jakkan köp tuğlat, sözümdü menin tındayday. Nayman kıpşak bulğonda sözümdü menin taldayday. Bizdin sözdün kabardar ürgen 3-4 gülüşüm bayla. Sarına tümüşür birevler kovuz kılıp alıp kuraydı. Şimdi sonun birinin adet kılıp jürgen sırınaydı. Kızık dep bunu jürgendi jaş yetip şirken ulgayday. Salamat tezin kök kelgen son